Здравствуйте, уважаемые друзья! Сейчас находимся у здания Московского городского суда. Сегодня была рассмотрена жалоба на постановление суда о привлечении иностранного гражданина к административной ответственности по части 3.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Вот обратился к нам наш клиент. Аймен проверкаға қапал болып, арнаулы соттың шешімі шақыруға айдаған, ал жақта Мамед ошол жақта жоқ, біз обжалование қылып, Арқылан Чаянов зат адвокатына обжалование қылып, біз соттың шешіміне ұтып шықтық, бұйырса шығады. Обжалование қылыңыздар, если документтері жақсы болса, Сахаровада жатқан адамыңыздар обжалование қылсаңыздар 100% ұтады екенсіздер. Біз обжалование қылдық, 5 жыл запреттен дағы шықты. Былай айтқанда полный информациясы тазаланды. Соған рахмат сізге. Спасибо, что доверились.